Ресейлік пропагандист Маргарита Симонян Армения премьері Никол Пашинянға тағы да шүйлігіп отыр. Бұл жай ғана эмоция емес, бұл Кавказдағы үлкен саяси шайқастың бір бөлігі ғана. Russia Today мен Спутниктің бас редакторы армяндарды Пашинянды құлатуға үндеді. Оны қолдайтындарды галлюциноген жеген адамдарға теңеді. Тіпті Арменияға нан мен тары жіберу керек, өйткені бәрі саңырауқұлақ жеп кеткен сияқты деп мазақ қылды. Бірақ ең қызығы Маргарита Симонян өзі армян текті. Оның ата-бабасы тарихи жағдаяттармен оңтүстік Армениядан Ресейге көшіп барған делінген ақпарат бар. Алайда ол кейінгі жылдары Кремльдің басты агрессивті дауысын айналып кеткен. Бұл жолда ол Ресей Армениясыз өмір сүре алады, ал Армения Ресейсіз өмір сүре алмайды деп ашық айтты. Армения билігінен бұған жауап қатты болды. Парламент спикері Ален Симонян ресейлік пропагандистерді фантастикалық мақұлықтар деп атады. Бірақ мәселе мұнда тек Маргарита Симонянда емес. Арменияда 7 маусымда биыл парламент сайлауы өтеді. Ал осы тұста Ресейдің пропагандалық машинасы іске қосылып жатыр. Қазір фаворит Никол Пашинян. Егер ол қайта жеңсе, Армения Ресей ықпалынан біртіндеп алыстап, батысқа жақындауын жалғастыруы мүмкін. Қазірдің өзінде америкалық басылымдар Кремль Армениядағы сайлауға қатты араласып жатыр деген риториканы айтып отыр. Мәскеу Пашинянды әлсірету үшін ескі элитаны, ресейшіл олигархтарды және халықаралық лоббистерді іске қосқан дейді. Ал оның мақсаты Пашинянды құлатып, билікке Мәскеуге жақын күштерді қайтару. Өйткені Пашинянның бағыты Ресей үшін қауіпті болып барады. Мәселен, кейінгі жылдары Армения ұлттық қауіпсіздік шарты ұйымынан алыстай бастады. Ресей әскеріне сын айтты, Еуроодақпен байланысын күшейтті. Әзербайжанмен соғысты тоқтататын бейбіт келісімге жақындай түсті. Мұнда сіз бен біз назар аударатын бір жағдай бар. Бұл транзиттік дәліз мәселесі. Егер Пашинян жеңіске жетсе, дейді батыс ақпарат құралдары, онда Кавказ арқылы өтетін жаңа сауда маршруты пайда болады екен. Кей сарапшылар оны тіпті Трамп маршруты деп атап жүр. Егер бұл жоба жүзеге асса, Ресейдің де, Иранның да аймақтағы ықпалы әлсіреп қалуы мүмкін. Сондықтан Армениядағы сайлау жай ішкі саясат емес. Бұл шынтуайтында Ресей мен батыстың Кавказ үшін таласы. Осы таластың бір белгісі ретінде Симонянның осы ашулы сөздерін айтсақ болады.